Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі дүниетану пәні қауіпті табиғат құбылыстары тарауына тоқталамыз. Тақырыбы қауіпті табиғат құбылыстары. Мақсаттары: қауіпті қолайсыз табиғат құбылыстарын жіктеу, қауіпті қолайсыз табиғат құбылыстарын шаруашылыққа зиянын анықтау. Сабағымыздың мақсаты табиғат құбылыстарында қауіптің болатынын және одан сақтанудың жолдарымен танысасыздар. Табиғат немі өзгерістер болып тұрады. Адамдар табиғаттың қар, жаңбыр, боран сияқты көптеген құбылысына ертеден үйреніп, одан қорғана да білген. Дегенмен, кейде олардың адам өміріне қауіп төндіретін кезде болады. Суретте көріп отқан найзағай. Найзағай жарқылы бұлттарды немесе жерде шоғырланған электр зарядтар есебінен пайда болатын алып электр заряды. Найзағай физикалық құбылыс. Найзағай кезінде жылдам жүруге, жүгіруге немесе қасқайып тұруға, ағаштың астына жасырынуға болмайды. Дұрысы, тізе бүгіп, ойыстау жерге отыру қажет. Жерге жатуға әбден болмайды. Егер жерге соққан найзағай жаныңызда болса, оның жермен тараған заряды сіздің денеңізбен өтуі де мүмкін. Міне балалар, найзағай қауіпті екен. Құрғақшылық бұл ыстық күнде ауаның ылғалдылығы төмен болған кезде, жауын-шашынның ұзақ уақыт бойы жаумаған кездегі болатын жағдай екен. Сонымен бірге табиғаттың тағы бір құбылысы бұл бұршақ. Мына суретте көріп отқан бұршақ. Жаңбыр тамшысы жолда суық ауаға тисе, мұз болып қатса, ол түйір күйінде жерге түседі. Мұны кісілер бұршақ жауды дейді. Бұршақ шаруаға көп зиян келтіреді. Егінді қаусатып, ұсақ малдарды өлтіріп кетеді. Жыл бойы табиғатта түрлі құбылыстар болып тұрады. Қыста қар борап, көктайғақ болады. Күн суытып, аязды күндер болады. Көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Қыс бойы жауған қар еріп, өзендердің суы көтеріледі. Бұл жағдайда өзен суы арнасынан асып, көпірлерді, жолдарды, үйлерді бұзуы мүмкін. Міне осындай қауіпті табиғаттың кездері болады екен. Міне табиғат құбылыстары суретке қарайтын болсақ, қандай қолайлы және қолайсыз табиғат құбылыстарын сіздер үйден атап келесіздер.